Алматыда тұрмыз. Алматыда ұлттық қыздар университетінің ішінде кофе-бук деген жобамыз бар. Біздің мақсатымыз қазір адамдар кофеханаларға көп жиналады, әсіресе жастар жиналып тек кофе ішіп отырмасын, сонымен бірге кітап оқысын деген мақсатпен осы кофе мен кітаптың басын қосып кофе-бук деген кітап кофеханасын аштық былтыр. Міне осындай жер. Міне жерде шағын ғана кофе бұрыш бар. Бұл жерде студенттер кофе ішеді, жүрегін жалғап алады. Сосын бұны Қызпу Юниспейс деп атадық мына жерді. Қыздар педагогикалық университетінің университет алаңы десеңіз болады. Бұл жерде 400 шаршы метр. Сабақтың арасында осы жерге келіп, сабағын дайындайды, кітап оқиды. Мына жерде түрлі кездесулер болады. Мазмұндаманың шығарған кітаптары. Мазмұндама 6 жыл бұрын құрылған болатын. Содан бері 500-ден астам кітап шығарды, 500 атаудан астам. Соның басым бөлігі халықаралық бестселлер кітаптарды аудармасы. Жаңа білімді игерген кезде, жаңа білікті меңгерген кезде рухани тұрғыдан ғана емес, интеллектуалдық тұрғыдан да өседі, дамиды. Өзіндік даму деген қазір үлкен сәнді сөз бар. Барлығымыз дамығымыз келеді. Даму деген бұл тамақ ішіп, ауа жұтып, су ішсеңіз, бойыңыз өсетін, жалпағынан өсетін физиологиялық өлшеммен даму емес, бұл интеллектуалдық даму, мидың дамуы. Мида қанша ақпарат болады, мида қанша білім-білік болады, сіз соншалықты дамығансыз. Сондықтан дамудың, ал ол интеллектуалдық дамудың қорегі бұл ақпарат. Ақпарат бұрын ауыздан ауызға беріліп келді. Яғни ақпараттың негізгі тасымалдаушы адамның жады болды. Содан соң адамдар қағаз ойлап тапты, жазу ойлап тапты. Гутенберг 15 ғасырда баспахана құралын ойлап тапты. Содан ақпараттың негізгі тасымалдаушы қағазға айналды міне. Ақпараттың негізгі тасымалдаушы. Бұрын сияқты адамдар жаттап алып, келесі ұрпаққа беріп отырмайды. Қағазға хаттап жазып қалдырады, келесі ұрпақ осы қағаздан біледі, үйренеді. Ал өткен ғасырдың 70-ші жылдары бұл қағаз тасымалдаушы, цифрлық тасымалдағышқа өзгерді. Қазір ақпаратты, білімді тасымалдаушы қағаз емес, цифрлық жүйе, цифрлық платформалар. Тасымалдаушы қағаз бола ма, цифрлық платформа бола ма, оның ішінде ақпараты бірдей. Сондықтан бұл жерде кітаптан гөрі оның ішінде ақпарат маңызды. Біз әрине кітапты, ол ақпаратты кітап күйінде де шығарамыз, қағаз тасымалдаушы арқылы, және цифрлық нұсқалары да бар. Кітап оқитын адам бай бола ма? Кітап оқымайтын адам бай болмайды. Кітап оқыған адамның барлығы материалдық тұрғыдан бай болады деп айта алмаймын, бірақ рухани тұрғыдан кедей болмайды. Ал рухани кедей емес адам әдетте материалдық тұрғыдан да кедей болмайды. Аударма жалпы адамзат прогрессінің қозғалтқыш күші деп айта аламын. Себебі аударма болмаған кезде елдің ақыл ойын екінші қоғам түсініп оқи алмаса, адамзат бірдей дамымас еді. Бұл тұрғыдан келгенде мазмұндама халықаралық әдебиетті аударушы мекеме ретінде біздің негізгі мақсатымыз аударма, егер қазақ тіліне аударатын болсақ, мәселен, қазақ тілінде сөйлейтін адам түсіне алатындай қазақ тілінде жазылған сияқты аударамыз. Ағылшын тілі үлкен мұхит сияқты, өзендер, көлдер келіп ағылып құйып жатқан.
Ал қазақ тілі ондай емес. Қазақ тілі кішкентай ғана бір көл, оған келіп құйылатын үлкен өзендер жоқтың қасы, кішкентай жылғалар бар. Міндетті түрде қазақ тілінің контентін сапалы дамыту үшін біз 8 миллиардтан асатын адамзаттың ақыл ойын қазақ тіліне міндетті түрде аударуымыз керек. Кітаптар аударуымыз керек, киноларды аударуымыз керек. Әртүрлі YouTube каналдағы сапалы танымдық контенттерді аударуымыз керек. Солай қазақ тілінің контентін байытуымыз керек. Қазақ тілінің контенті байыса, дамыса ғана сол тілде сөйлейтін адамдар, яғни қазақтар дамиды, байиды. Аудармадан бөлек жергілікті авторлармен қандай келісім бойынша жұмыс істейсіздер? Біз жергілікті авторлар, әсіресе жас жазушылардың кітабын шығарамыз, қолдау мақсатында. Кәдімгі авторлық келісім шарт жасап, гонорарын төлеп, сол жас қазақ жазушыларының кітабын шығарамыз. Бұл жерде енді гонорар келісім шарт бойынша мысалы әрбір сатылған кітаптан процент пе, әлде бір реттік гонорар ма? Біз көбінесе екі бағытта да жұмыс істейді. Біздің өзіміздің стандартты бір серияларымыз бар. Ол кім деген сериямызда бұл жерде гонорар төленеді, ал кәдімгі авторлық кітаптарда біз әр сатылған кітаптан гонорар төлейміз. Кітап сатып миллионер болуға бола ма? Кітап кәсібі бұл бизнес емес, бұл көңілдің ісі. Қазір әлем әдебиетін қазақ тіліне аударып жатқан санаулы ғана баспа бар, 4-ақ баспа бар. Егер бұл шында да бизнес болса, бұл баспаның саны 4 емес, 404 мың болар еді. Мәселен, осы Алматының өзінде кітап дүкендері мен гүл дүкендерін салыстырсақ, гүл дүкенінің саны кітап дүкенінен 5 есе көп. Азық-түлік дүкенімен салыстыратын болсақ, ол бір 100 есе көп. Одан көп болмаса. Міне, сондықтан кітапқа деген сұраныс, тамаққа деген сұраныс сияқты көп болмаған соң, бұл бизнес емес, бұл көңілдің ісі, бұл жалпы ұлттың ісі десек болады. Сонда қысқаша айтқанда байып кетуім қиын дейсіз ғой? Мен баспагер болып, бай болған адамды кездестірген емеспін. Қазақстанда? Әсіресе Қазақстанда. Біздің мақсатымыз кофе сату емес, кітапты насихаттау болған соң, мәселен 5000 теңге кітап алатын болсаңыз, сізге кофені мына жерге тегін береді. Солай ма? Бірінші рет естіп тұрсыздар ма? Енді кофе алғыларыңыз келсе, кітап алыңыздар. Кітапты қайдан аласыз? Кітапты ана жерден аласыздар, бұрышта бар. Неге осы жерде принтер жұмыс істемейді? Принтер? Принтер керек, иә. Суды қалай ішуді үйретеміз, ауаны қалай жұтуды үйретеміз деген сияқты сұрақ қой. Жалпы адамзатты басқа биологиялық жаратылыстан ажырататын бір нәрсе, бұл қызығушылық. Ағылшынша curiosity дейді, орысша любопытство, қызығушылық. Адамдар жалпы ізденімпаз табиғатында. Егер артық дүниені іздесеңіз, қайдан іздейсіз? Артық білім қайда бар? Абай атамыз не деген? Кітапта бар деген. Сондықтан кітап оқу адамдардың табиғи қажеттілігі. Ауа жұтып су ішу сияқты табиғи қажеттілігі. Оны балабақшадан бастап үйретеді, мектепте үйретеді, университетте үйретеді, ертең ары қарай өмір үйретеді. Егер дамығыңыз келсе, жаңа бір деңгейге шыққыңыз келсе, дамудың қорегі ақпарат болса, дамудың қорегі ақпарат қайда бар? Және тағы кітапта бар. Сондықтан бұл қажеттілік. Қазақтар даму үшін не істеу керек? Қазақтар даму үшін
қазақтар қай тілден ақпарат алады, сол тіл даму керек. Яғни қазақ тіл даму керек. Қазақ тілінің даму деген сөз ойлап табу деген сөз емес. Қазақ тіліндегі контент бай болу керек, даму керек, мазмұн. Яғни Америкада келген идея Қазақстан дамыту үшін ең бірінші қазақ тілінің контентін дамыту керек. Қазақ тілі дамиды сонда. Қазақ тілі дамыса, қазақтар дамиды. Қазақтар дамыса, Қазақстан дамиды. Біздің оқырмандарымызда күнделікті кітап оқыса деп ойлаймыз. Кемінде күнде 10 рет кітап оқыған адам алжымайды. Деменция деген ауру бар ғой. Сол кітап себебі біздің әр кітап оқыған кезде кітаптағы оқып отырған сөздерді күнделікті өмірде қолданбайсыз ғой. Қолданбаған соң ол ұмытып қалады. Ал кітап оқысаңыз, сіз сол сөздер, сіздің нейрондарыңызда әрбір нейронда бір сөз сақталған. Сол нейрондарыңызды түртіп отырады. Кітап оқып отырған адамның миы белсенді болады. Жылдам ойлайды, жылдам шешім шығарады, және шығармашылық тұрғыдан ойлайды. Қиялына қанат бітеді, сөздік қоры мол болады. Сондықтан көптеген зерттеулер бар жалпы әлемде кітап оқудың пайдасын ашқан. Сондықтан кітап оқудың еш зияны жоқ.